Армысыздар, асыл сөздің қадірін білетін жетісулықтар. Бұл әрбір жетісулық білуі тиіс жыр жауһары. Табиғаты көркем, тарихы терең жетісудың сұлулығын өлеңге өрнектеген Ілияс Жансүгіровтің шынайы мұрасы. Ұлы даланың кең байтақ жерін, сұлу да көркем табиғатын жырлаған ақындардың кітаптарын көрдім. Қолыма Ілиястың жетісу суреттері кітабы түсті. Шығарманың бір бөлігі тау кескінін, тау суретін, жетісуда су суретін, жетісу жәндіктерін бейнелейді. Бұл жай ғана кітап емес, бұл жетісудың үні, даланың демі, таулардың тылсым сыры. Көктемде гүлге оранған жазиралы кең дала, көкке шапшыған аса өзендер, күмбірлеген домбыра мен қазақтың салт дәстүрі бәрі осы жыр шумақтарында мәңгілікке бедерленген. Бұл дала еркіндіктің мекені, көкжиекке дейін созылған кеңістік, мөлдір өзендер, самал жел тербеген жасыл жайлау, табиғаттың сұлулығы жаныңды баурайды. Табиғатпен біте қайнасқан халық қонақ жай, еңбекқор. Олар көктемнің әр таңын үмітпен қарсы алады, ал жаз жайлаудағы берекенің символы. Жер таппан, жерде жете жетісуым, күркілдек, көксу лепсі іле шуым. Асқардың аспан сүйген сілекейін, жан бар ма татпайтұғын, айтпайтұғын. Бөленген бұлтқа мәңгі меңіреу қыз, ну тоғай, қоғалы көл қоңыр құмым. Асқардан ақтарла арқыраған, жөкеңнің кім аңсамас балдай суын. Міне, табиғат ананың құдіреттілігі мен кереметтілігі осы. Заңғар жазушы Мұхтар Әуезов. Мен Ілиясты бұрында білуші едім, өлеңдерін де оқып жүретінмін. Бірақ оны шын мағынасында дарынды ақын екенін мойындағаным сол, жетісу суреттері өлеңін оқығаннан кейін деген екен. Бұл кітап жетісудың көркем шежіресі. Егер де сіз қазақ даласының сұлулығын сезінгіңіз келсе, міндетті түрде оқып шығыңыз. Кітап өміріңді өзгертетін күш.